Сәлем достар, бүгінгі видеода жұмбақ арқылы сөздерді табатын боламыз. Барлығы 25 сұрақ, ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Алды, егерде дайын болсаңдар, мен бастаймын. Отқа жанбайды, суға батпайды. Мұз. Көкте ұшады, қанаты жоқ, жылайды көзінен жасы ағып. Бұл не? Болт. Аспаннан домалап түседі, жерге түссе жоқ болады. Бұршақ. Түнде бар, күндіз жоқ, көк аспанда олар көп. Жұлдыздар. Қыста жерді жауып тұрады, көктемде су болып ағады. Қар. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ терезенің бетіне сурет салады. Аяз. Жаңбырдан кейін аспанда түрлі түсті көпір пайда болады. Кемпір қосақ. Өзі кішкентай, бірақ өзінен ауыр жүкті көтереді. Құмырсқа. Күндіз ұйықтайды, түнде ұшады, адамдарды шошытады. Жарқанат. Сырты тікенек, тиістен домалап қалады. Кірпі. Көлде жүзеді ақақ болып, сұлулықтың символы. Аққу. Төрт аяғы бар, арқасында екі тауы бар. Түйе. Тіл алғыш досын үйді күзетеді. Ит. Жолақ тоны бар, мысыққа ұқсайтын айбаты бар. Жолбарыс. Гүлден гүлге ұшады, тәтті бал жинайды. Ол не? Ара. Қыста үңгірде ұйықтайды, балды өте жақсы көреді. Аю. Түнде көзі жанады, тышқандарды аулайды. Мысық. Жүрген сайын артынан із қалдырады, бірақ өзі алға басады. Ине. Тілсіз үйретеді, суретсіз сөйлейді. Кітап. Төрт аяғы бар, бірақ жүре алмайды. Үстел. Күнде таңертең сені оятады, өзі шырылдап тұрады. Қоңырау. Бізді суықтан қорғайды, есіктен кіргенде шешіледі. Киім. Төрт бұрышы бар, ішінде түрлі дүниелер көрсетіледі. Теледидар. Адамның бетін өзіне көрсетеді, алдауды білмейді. Айна. Сырты жасыл, іші қызыл, сүйегі қара. Қарбыз. Достар, осымен ойынымыз аяқталды. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.